Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қияр мен еттен жасалатын ерекше салаттың рецебін ұсынамын. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Адам санына қарай бұл салатымызға қосатын жемістерді мөлшерлеп аламыз. Ең алдымен етті жуып, осылайша ұзын-ұзын етіп жұқалап тураймыз. Турап болған соң оны қызып тұрған майға салып 4-5 минуттай қуырып аламыз. Қуырылғанның еттің үстіне аздап су құйып, қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп, осылайша еттің үстіне салып, үстіне біраз қасық соевый соус құйып қуырамыз. Сәбізді өте пісірмей 2 минуттай ғана қуырамыз. Енді бұрышымызды ұзынша етіп турап, осы қуырылған еттің үстіне салып 1 минуттай бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Паприка салып, оны араластырамыз. Енді помидорды алып, оны да осылайша ұзын-ұзын жіңішке етіп тураймыз. Енді піскен етке қияр мен помидорды салып, оны араластырып, үстіне бір тіше чеснок саламыз. Үстіне сұйық май немесе зәйтүн майын құйып араластырамыз. Достар, рецеп ұнаса каналға тіркеліп, құрбыларыңмен бөлісуді ұмытпа. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бастысы денсаулыққа пайдалы, өте дәмді салат және де майонезсіз жасалады.